Дін ол насихат деген кезде ғалымдар былай түсіндіреді. Насих деген бар арабта, тігінші, мин саха деген нәрсе бар, инемен жіпті айтады. Неге енді инемен жіпті киімдерді тігіп жүрген адамды насих, насихатшы деп атады дейді? Өйткені насихатшы адам қоғамның арасында үзіліп кеткен қарым-қатынасты, төмендеп кеткен бейбітшілік, бірлікті, адамдардың арасындағы араздастықты кетіріп, қоғам мен қоғамның арасын, адамдар мен адамдардың арасына, туысқандар мен туысқандардың арасына, бауыр мен ағаның арасын, қоғам мен қоғамның арасын, тігінші ине жібімен киімдердің арасын біріктірген сияқты насихатшы адам да сөйтіп біріктіріп жүреді дейді. Насихатшы адамдар сондықтан да қоғамға керек екен. Насихатшы адам дінге шақырған кезде бірлікке, жақсылыққа шақыру керек екен. Жамандықтан, қоғамның бүліктерінен, жаманшылықтардан қайтару керек екен.